Мейкер болып объявление беруді көрсетемін. Қараңыздар, арбитражник болып қалай объявление беріп сату керек екенін көресіздер. Ол үшін міне объявление дегенге кіресіздер. Басында сіздер қараңыздар, мынандай болуы мүмкін. То есть профильға кіре салайын. Осы жерде так, сіздерде былай тұрады. Осылай тұрады, сіздерде астында объявление деген болмауы мүмкін кейбіреулеріңізде. Сол кезде KZ деген жанында 3 кнопка бар. Осы 3 кнопканы басасыздар, к режим объявление дегенді басасыздар. Подтвердить дейсіздер. Вот осылай болады. Яғни осы жерде астында P2P, order, объявление деп шығады жалпы. Осы объявление деген кнопканы басасыздар. Вот сол кезде осылай аппликовать деген кнопка ашады. Не болмаса төбесінде объявление жанында плюс кнопка бар. Сол плюсті бассаңыздар да болады. Аппликовать деген кнопканы бассаңыздар болады. Разница жоқ, осылай шыға береді. Яғни аппликовать деп басайық. Ең біріншісінде осылай басамыз, яғни біз купить етіп сатып алуымыз керек. Яғни біз купить етіп сатып алатын болсақ, яғни біз клиенттердің көзқарасында сататын жақтан көретін боламыз. Сол үшін де біз қазір Каспийдегі бағалар қаншадан болып жатыр, соны көретін боламыз. Енді шығып кетеміз. Бірінші көріп аламыз негізінде. Продать деген жақты көреміз. Продать жақта 450-де үтір 52-ден болып тұр. Бірақ бұл БЦК банктың курсы. Енді Кассибанктың көреміз. Кассибанктың курсы бұл жерде 450-де 28 деп тұр. Яғни 450-де 28 бұл топта тұрған реклама. Яғни біз 452-де 29 деп қойсақ, біз топқа шығамыз. Яғни аппликовать деп басамыз. Бізде купить, яғни біз USDT-ді сатып алайын деп жатырмыз. Енді бізде астында немен сатып алайын жатырмыз? Фиат, яғни біз теңгемен сатып алайын деп жатырмыз. Егер алдағы уақытта международный связка істейтін болсаңыздар, басқа да мемлекеттерден істейтін болсаңыздар, сатып алатын болсаңыздар, не болса сататын болсаңыздар, сол кезде ауыстыратын боласыздар. Яғни біз осы жерде өзіміздің бағамызды қоямыз. 450-де 29 деп бағамызды қоямыз и далее деп басамыз. Бірінші этаптан екінші этапқа өттік. Екінші этапта біз өзімізге керек суммамызды жазамыз. Например, $1000. Кейбіреулеріңізді білмеймін, $100 болуы мүмкін. Бірақ бұл жерде бір нәрсені айта кетейін. Сіздер арбитражник болып 5000 теңгені сата алмайсыздар. То есть жоқ дегенде 100 USDT болу керек. Яғни мен мысалға 10 USDT сатып алғым келсе, өкінішке орай болмайды. Яғни осы жерде не должен быть меньше $100 деп тұр. Сондықтан да $100 төмен болмайды. Сондықтан $100 бастап объявление беріп сатып ала беруге болады. Және де лимит, мына жерде лимитті өздеріңіз қойсаңыз болады. 5000 теңгеден бастап, 500 теңгеге дейін, 5000 теңгеден бастап 10 миллионға дейін, разница жоқ та, 8 миллионға дейін деген сияқты. 5 миллион болмаса, 30 мың теңгеден бастап 5 миллионға дейін деген сияқты әртүрлі суммамен қойып берсеңіздер болады. Енді мына жерде суммаларыңыз аз болғандықтан 500 мың теңге өзі тұра берсе де болады осылай. И және де астына способ оплата. Менде қарасаңыздар Центр кредит банк тұр, бірақ ол болмайды. X алып тастаймыз да, орнына біз Кассибанкты қоямыз. Кассибанк деп белгілеп қоямыз. Осы жерге 5 банкты таңдап қоюға болады. Бірақ 5 банкты бірдей таңдап, бір объявлениеге қоюдың қажеті жоқ. Негізі минусқа кетіп қаласыздар. Оны енді алдағы уақытта істеп жатсаңыздар, өздеріңіз өте жақсы түсінесіздер. Өздеріңіз просто қойып көріңіздер 4-5 банкты. Ол кезде курстан ұтылып қаласыздар. Сондықтан да Кассибанкпен сатып алғыңыз келді ма, значит Кассибанкты ғана. Егер басқа банктермен сатып алғыңыз келді ма, желательно сол банкты ғана таңдағаныңыз дұрыс. Неге? Өйткені әр банктың курсы әртүрлі. Сондықтан да солай. Және де бізде срок оплата 15 минут. Ескерте кетейін, кейбір международный связкалар жасаған кезде 30 минут, 45 минут, кейбір нелерде 3 сағатқа дейін қойып қойғандарыңыз дұрыс болады. Бірақ Қазақстан ішінде осы 15 минут жеткілікті. Далее деп басамыз. Және де осы жерде условия сделка дейді, яғни біз условия жазып қойсақ болады. От третьего лица не принимаю деп. Мысалға, біз үшінші лицоларды былайша айтқанда қабылдамаймыз деп осы жерге жазып қоюымыз керек. Яғни біз қабылдамауымыз керекпін деп. Ол үшінші лицодан неге қабылдайтын болсақ, ол уже алаяқтықтың түріне ілініп қалуымыз мүмкін. Сондықтан да біз алдын ала адамдарға ескертіп жазамыз. Автоответчик дейді. Автоответчикке сіздер не жазсаңыздар да, сіздерге келіп ордер ашады. Сол жерде чат деген бар. Сол чатқа барады да, сразу SMS болып автомат түрде барады. Мына жерде регистрация
нөлден деп тұр, яғни сіз регистрация жасаған 30 күн болған адамдарға ғана сатам деп көрсетсеңіз болады, болмаса мүлдем тиіспей ақ қойсаңыз болады. Астында то же самое биткоин оборот, яғни биткоин оборот, қанша биткоин оборот жасаған адамдарға ғана сатасыз, соны жазып қойсаңыз болады. Менің ойымша бұны тиісудің керегі жоқ, қажет емес негізі. И так-та сізге Binance Garant, ол сенімді адам, сенімсіз адам деген ол жағына қараудың керегі жоқ. Сізге Binance Garant болып тұр, значит, ешқандай да қорқудың қажеті жоқ. Аппликовать деген кнопканы басасыз, болды, сізде былайша айтқанда ордер ашылды. Яғни осылай шықты, 450-де 29, вот осылай шықты. Сіз уже бір объявлениені бере алдыңыз. Мына жерде онлайн деп тұрады, онлайн. Сіздер офлайнға ауыстырсаңыздар, сіздердің объявлениеңіз өшіп кетеді. Онлайнға қоясыздар, ол қайтадан шығады. Ол қай жерге шығады? Мына P2P деген жерге басасыздар. Одан кейін продать жағына келіп, мен кішкене обновить етейін. Вот. Менде 29, так. Вот 29 менде объявление шығып тұр, осылай көріп тұрғандарыңыздай. Тура осылай мен купить деп объявление шығардым, бірақ продать жақтан клиенттерге солай көрініп тұр. Вот. Енді объявлениеге қайта барамыз. Объявление барған кезде, вот осы жерде, мына жерде өшіре салайық, 3 кнопка бар. 3 кнопкаға кірген кезде, например, быстро изменить деген бар, соны қолдансақ болады. Яғни бізде ар жақта 36 сондайға шығарып тастаған екен, біз 40-қа шығарып, яғни топқа қойсақ болады. Топқа қойсақ болады, және де сохранить. Егер USDT-дің количествосын өзгерткіңіз келсе, өзгертсеңіз болады. Одан бөлекте жалпы қайта қоса салайық, мен сіздерге көрсету үшін. Қосылмаса, мына жақтан көрінбейді. Қосылса көрінеді, қараңыз. 450-де 40 уже менде көрініп тұр. Тура осылай жалпы қолдана бересіздер. Одан кейін изменить деталь деген бар. Изменить деталь деген кірсеңіздер, осы жерде жаңағыдай бағаны ауыстыруға болады, USDT-дің суммасын, лимитті ауыстыруға болады, және де банктерді ауыстыруға болады, және де условияны ауыстыруға болады. Яғни толық детальны ауыстыруға болады. Сохранить деген кнопканы басасыздар, ауыстырып болғаннан кейін ол міндетті түрде барлығы ауысады. Одан кейін қалғандары в принципе керек емес. Полный егер өшіріп тастағыңыз келсе, закрыть объявление дегенді бассаңыздар, мына жерден полностью жоқ болып кетеді. Яғни объявление жоқ болып кетеді. Енді қараңыздар, плюстікті бассаңыздар, например, плюстікті басып қайтадан объявление беруге болады. Яғни продать деп объявление беруге болады. Вот, продать деп, например, уже беретін болсаңыздар, бермес алдын, то есть сіздер міндетті түрде P2P-ға кіріп, мысалы Кассибанкте купить жақтан көресіздер. Сіздер продать етейін деп жатсыздар, значит, купить жақтан көріп, біліп аласыздар. Яғни осы жерде 451-де 89 деп тұр, үстіндегі разницасы, в принципе, сіздердің ол пайдаларыңыз. Яғни, мына жақта 450-де 40-тан саттыңыз, мына жақта 451-де 84. Разница 1-де 40. То есть 1-де 40 теңге, 1-де 40 теңге деген сөз, ол $1000-дан 1400 теңге пайда қалады. Тек қана Кассибанкпен алып сатсаңыз. Енді сіздер ондай жақсы пайда көру үшін, ол тек қана Кассибанкпен емес, неше түрлі банктерді ойнату керек. Ондай связкаларды мен алдағы сабақтарда айтам. Жалпы қазір мен сіздерге объявлениені қалай дұрыс беру керек и қалай өзгертіп отыру керек, соны көрсетіп жатырмын. Аппликовать деп баса саламыз и продать деген кнопканы басамыз и USDT одан кейін 450-де 51-де 89 болды ма, қанша болды? Примерно сондай. Далее деп басасыздар, то же самое, мысалы, ішінде қанша USDT бар, все деп бассаңыздар болады, не болмаса, ішінде белгілі бір USDT-ді ғана айырып сатсаңыздар болады. То есть, мына жақта Жусанбанк, БЦК банк, мына жаққа сол Кассибанкпен сатып атсаңыздар, Кассибанкты ғана белгілеп, болмаса, қасына тағы бірнеше банк қосып қоюға болады. Егер курстары бірдей болатын болса, сол секілді қосып қоя беруге болады. Жалпы, қазір мен сіздерге Кассибанкпен ғана көрсетіп жатырмын. Кассибанкпен қаласаңыздар 5 банкке дейін, 5 банктен артық қолдануға болмайды. Срок оплата 15 минут, ол бәрі кете береді. Жазылып тұра берсін, ештеңке қылмайды. Аппликовать деген кнопканы баса саласыздар и болды. Осылай продать деп объявлениеңіз шығады. Яғни ол бізде купить жақтан көрініп тұрады. Уже мен бірінші болып көрініп тұрмын. Осылай, жалпы осылай объявление бересіздер, осылай арбитражник болып табыс табасыздар. Яғни продать жақтан арзанға сатып аласыздар и оны купить жаққа қымбатқа сатасыздар.